Егер бүгін еш жерің ауырмай, аман-сау оянсаң, сен келесі аптаға дейін ғана өмір сүретін уақыт қалған 1 миллион адамға қарағанда бақыттысың. Егер соғыс, аштық, қуғын-сүргін секілді бәле-жалаларды көрмеген болсаң, сен әлемдегі 500 миллион адамға қарағанда бақыттысың. Егер үйіңде бүгін жейтін тамағың бар болса, киетін киімің, әйтеуір бір басыңда баспана, жататын жерің болса, сен әлемдегі 75% адамға қарағанда байсың. Егер банкте салымың, дәл қазір қалтаңда ақшаң бар болса, сен әлемнің 8%-ын құрайтын жағдайы жақсы адамдардың қатарындасың. Егер дініңді бос ұстанып, намазыңды еркін оқысаң, сен 100 бақыттының біреусің. Егер сен осы мәліметтерді естіп қана қоймай, оқып отырған болсаң, сен әлемде оқи алмайтын 2 миллиард адам қатарына кірмейсің. Ендеше шүкір десең маған, тағы берем саған деген жаратушының уәдесінде ұмытпа.